шаптолдың үстіндегі түктерін бәкімен қырып алған соң жайбарақат отырған күтушіге қарай сеуіп тастап еді. Күтушінің шаптолға деген сезімталдығы жоғары болғандықтан қатты жөтеліп емханаға келіп бара алмақ болғанда, жігіттің әкесі күтушінің емханада отырған суретке тартып алып, қожайынның әйеліне көрсетіп, күтушіңіздің жұқпалы ауру бар екен, үйдегілеріңізді жұғып кетсе болмайды, амал бар, күтушіңізді ауыстырып тастасаңыз деп ақыл көрсеткенде, әйел оның сөзін онша елемейді. Осылайдан күтуші дәрісін алып қайта келген соң, ойдым-гүлде шаптолдың түбін қырып алып, күтушіге қайта сеуіп, күтуші қайта мазасызданып суханаға жүгіргенде, қожайынның әйелі күтушінің қалыпсыздығын байқап қалады. Әрі ойдым-гүлдің әкесі қоқыс шелегіндегі күтушінің істеткен қағазының үстіне қан сияқты бірдемемен тамызып, қожайынның әйеліне көрсетіп еді. Қожайынның әйелі күтушіде шынымен жұқпалы ауру бар ұқсайды деп ойлап, оны жұмыстан босатып, ал күтушіге бұлайша қастандық жасаған ойпаңгүлдер өздері байдың үйіне әлдеқашан қызметке орналасып, тек шешелер ғана үйде жұмыссыз қалғандықтан күтушіні қуаланды ету арқылы шешесін күтушінің орнына қою екенде, жоспарлары бойынша шеше сәт түрде байдың күтушісін айналып, осылайдан бір отбасындағы төртеуі де байды түрлі түсті амалдармен алдап, барлығы байдың үйінде өздеріне қызмет тауып алады. Ең бастысы төртеуі де байға өздерінің бір отбасының адамдары екенін айтпаған болып, күндердің бірінде бай бала-шағаларын ертіп саяхатқа шығып кетіп еді. Ойпаңгүлдер отбасымен байдың үйіне келіп, өз үйлерінде істемеген істеп, кеште байдың қымбат бағалы арақтарының барлығын алып шығып, мәре-сәре болып ішіп отырғанда, кенет есік қағылып, қараса алдыңғы жолы күтуші келген екенде, ол жерасты үйде бірдеңемді ұмытып қалыппын, аламда кетем дегендіктен Ойпаңгүл, Кенебек және әкесі үшеуі тығылып, тек шешесі ғана есік ашады. Себебі Ойпаңгүл, Кенебек және әкесі үшеуі байдың қызметкерлері болғанымен байдың үйіне қонбайтын, ал шешелері үйдің күтушісі болғандықтан әр күні байдың үйіне қонып жүретін. Осылайдан көне күтуші үйге кірген соң жасырылып тұрған жерасты үйдің есігін ашып, жерасты үйге келсе, бұнда бір адам жатқан болып, әсілі бұл адам көне күтушінің күйеуі екенде, күтуші оны байдан жасырын ұстап, пәлен жылдан бері бағып келген екен. Бұны көрген Ойдымгүлдің шешесі дереу сақшыға мәлімдемек бола бергенде, есік сыртында тың-тыңдап отырған Ойпаңгүлдер байқаусызда аяқтары тайып жерасты үйге құлап түсіп еді. Бұны көне күтуші кескінге алып Ойдымгүлдерге мына қара беттіктеріңді байға айтып, барлығын жұмыстан шығартам деп сес көрсету арқылы күйеуін үстін қабатқа ертіп шығып, бай жоқ кезде ішпеген ішіп алайын деп тұрғанда, Ойдымгүлдің әкесі оның қолындағы телефон тартып алмақ болып атылып, екі жақ бір-бірімен арпақ тұрбақ атысып кеткенде, Ойдымгүл тоңазытқыштан бірнеше шаптолды аласыла күтушінің бетіне төгіліп жатып, күтушіні әрең зорға ауыздықтап тұрғанда, қожайынның әйелінен телефон келіп, жаңбыр жауғандығы себепті саяхатқа бара алмайтындықтарын, 8 минутта үйге қайтып келетіндіктерін айтып еді. Ойдымгүлдер дереу үйдің ішін реттеуге кірісіп, әкесі жаңа күтуші мен күйеуін жерасты үйге қамап, Ойдымгүл, Кенебек және әкесі үйден сылтып қашып кетеді. Осылайдан үйде тек шешесі ғана қалып, ол жерасты үйден бір дыңғырды естігендіктен, жерасты үйдің есігін аша сала өрмелеп шығып келе жатқан көне күтушіні бір теуіп қайта түсіріп жібереді. Фильм ұнаса ақша жүрек беріп мені қосып алыңыз. Келесі мазмұнда тіпті де керемет киноларды жаңалайтын боламын.